Балалар сайты Еркетай КЗ ұсынады. Батыр мен жезтырнақ ертегісі. Ертеде қалың елге жау шауыпты. Жаудан кек алмақ болып жас жігіт жорыққа аттанады. Жігіт талай қырлардан көлбей аққан өзендерді, таулы тасты жерлерді де қиялай шауып, жаудың жеріне жетіп, оларды жермен жексен етіпті. Содан жігіт батыр атанып, мерейі тасып еліне қайтады. Қайтар жолда қалың қамысы өскен жерге ат басын тіреп, азын-аулақ демалыпты. Сол кезде аспаннан түсті ме, қалың қамыс арасынан шықты ма, бір сұлу қыз батырды көріп жақындай түседі. Батыр дала төсіндегі қызғалдақ гүлдерінің бір шоғын жинап сұлу қызға ұсынады. Сұлу қыз инабатты қылығымен батырдың ұсынған гүлдерін қолына алады, бірақ саусақтарын көрсетпейді. Жеңі ұзын көйлегінен саусақтарын шығармаған күйі батырға жақындайды. Батыр балалық шағында атасы мен әжесінен көптеген әңгімелерді естіп, құлағына құйып өскен болатын. Жезтырнақтар лезде сұлу қызға, бірде ақсақалды қарияға немесе арлан қасқырға айналатындығы есіне түседі. Саусағын көрсетпегені оның жезтырнақ мыстан кемпір екендігін дәлелі деп ұғынады. Батыр артқа сәл ғана шегініп сұлу қызға айбарлы тілмен үн қатады. Сен сұлу қыз кейпіндегі жезтырнақсың, көзіме көрінбе, сен нағыз мыстансың, жоғал дейді. Батыр қатты кетпей, мен саған ыстық су, дәмді тамағыңды әзірлеп берейін деп сұлу қыз сызыла тіл қатады. Бірақ батыр иілмейді. Тұлпарына қарғып мініп, бәлелі жалалы жерден тез арада аттанып еліне қарай бет алады. Күн жүреді, түн жүреді, батыр бір кезде қалың ну орманға кезігеді. Орманның ішіне кіре бергенде қарсы алдынан ақсақалды еңсегей бойлы қария жолығады. Үлкенге ізет көрсету салтымен батыр тұлпардан түсіп, ассалаумағалейкум ата деп сәлем береді. Уағалейкум салам деп қария жауап қатады. Батырмен сәлемдескенде қария саусағын көрсетпейді. Ұзын жеңді көйлегінің ішіне жасырған саусақтарын батырдың көзінен таса ұстайды. Батырдың көңіліне күдік кіреді. Қарияның жезтырнақ екенін жүрегі сезеді. Сөйтеді де, сен және де маған жолықтың ба? Жауды жеңіп, ата-анаммен аман-есен қауышуды ниет етіп едім. Жолымды кескестеме жау жезтырнақ деп, батыр тұлпарына бір қарғып мініп, елін бетке алады. Өзенді, көлді, таулы тасты жерлерді желіп өтеді. Елдің шетіне аяқ басты ма деген кезде батырдың қас алдынан дәу арлан қасқыр шыға келеді. Батырға ұмтылады. Тұлпардың үстінен құлатпақ болады. Батыр жанындағы үлкен шоқпарын жуан жұдырығына қысып алады. Мықтап ұстаған бойы қасқырдың қақ маңдайынан соғып қалады. Қатты соққыдан қасқыр шала жансар күйге түседі. Сәлден соң мертіккен қасқыр ақсақалды қарияға, одан соң сұлу қызға, кейін жезтырнақ мыстан кемпірге айналып сеспей қатады. Батыр тұлпарына мініп еліне таң ата жетеді. Қарсы алдынан ата-анасы, туған туыстары, бауырлары шығып, ел жұрты батырмен қуана қауышады. Жауды жезтырнақты жеңіп келген батырдың ерлігіне қалың халқы дән риза болады. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер мультфильм сізге ұнап жатса, лайк басып каналымызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.